Мынау 1910 жылғы әлемнің картасы. Ресей мемлекеті, Герман империясы, Австро-Венгрия империясы, Осман империясы, кілең империялар арасындағы қақтығыс басталады иә осы кездері. Бірінші дүниежүзілік соғыстың алдындағы әлемнің картасы. Герман империясы, герман тайпалары герман одағы бір мемлекетке бірікті. Отто фон Бисмарктың тұсында. Біздің мына қазақ даласы, түркмендер жері, қоқан, хиуа, бұхар әмірліктері ресейдің қол астына өтіп кеткен империяның бір бөлігіне айналған. Ал мына жақта Қытай Халық Республикасы. Бұл жақта енді Гоминдан үкіметі, коммунистер билікке таласады. Мына жақта Жапон империясы, Кореяны өз бақылауына алған. Және мына жақтағы Дальян жері бақылауға алған. Циндао, міне Циндао бұл Германияның иелігінде өтіп кеткен. Қытай жартылай отар мемлекетке айналған тұстар. Мынау голландская Ост-Индия, яғни Ост-Индия компаниясының иелігі голландық.